Ассалаумағалейкум қазақ халқы. Бүгінгі біздің обзорда Vivo Y35 деген смартфон. Бұның екі цветі бар, екі түсі бар. Ол алтын түсті және қара түсті версиялары. Және екі түрлі памятьпен, жадымен 64 ГБ және 128 ГБ. Коробкаларын ашып қарайық, ішінде не бар екенін. Комплектациясын, цветін қарайық. Так, коробканың ішінде смартфонның өзі мінекей. Чехолы бар екен, силиконовый. Мынандай қорғаныс бар шеттерінен, яғни смартфон құлап кетсе, чехолы отдельный шешіліп кетпейді. Жақсы чехол. Уақытымен сразу айта кетейін, уақытымен бұл чехол сарғайып кетеді, сондықтан болашаққа сразу чехол сатып алсаңыздар болады. Комплектісінде блок питания. Бұл жерде бізде қанша ваттқа екен? 18 ваттқа. USB шнур комплектісінде Type-C. Және ключик от телефона. Мінекей екі цветі осындай, алтын түсті және мынандай қара түсті. Әр түсінің өзі ерекше көрінеді, былай қозғап қарасақ, жылтырлап тұрады. Арты покрытиесі мынау матовый, яғни саусақтың ізі қалмайды және саусаққа жағымды сезіледі. Алтын түсісі осындай, ерекше әдемі көрінеді. Және қара түсісі мінекей мынандай болады. 4 бұрышты көріп тұрсыздар ма? Сызықтары бар екен, тоже покрытие матовый. Оған ұқсас материалы бойынша. Арты әрине пластмасса, шеті де пластмасса, өйткені бағасына сай келеді. Артында камералар орналасқан. Мінекей 3 камера, 50 мегапикселді ең басты камерасы орналасқан. Қалған 2 камерасы 2 мегапикселдан. Осы мына жерде бізде 2 вспышка бар екен. Арты бізде стекло сияқты, бірақ бұл пластмассаға да ұқсайды негізі. Арты айна сияқты жері. Экранында уже пленкасы жабысып тұр, бұл стекло емес, сразу айта кетейін. Жоғарысында бізде не бар? Жоғарысында сим-карта салатын жері бар екен. Сим-карта, 2 сим-карта салынады, флешка салынады. Оң жағында бізде дыбысты көбейтіп азайтатын кнопкалары бар. Кнопка блокировки, телефонды өшіріп қосатын кнопкасы, және бұл отпечатка пальца дейді, саусақтың ізін сезетін кнопкасы. Астында бізде наушникке тығатын жері, микрофон, зарядка тығатын жері және дыбыс шығатын динамикасы орналасқан. Сол жақта бізде түк ештеңе жоқ екен. Телефонды қосып қарап көрейік, ішінде не бар екенін. Так, мінекей достар, телефонды қостық. Рабочий стол, былай жасасам меню. Дәл Samsung-тағдай управлениесі. Так, настройкасына кіріп көрейік. Мінекей Snapdragon 680 деген процессор тұр. Өте жақсы процессор, интернет сеть жақсы жұмыс істейді бұл процессормен, және зарядканы көп жемейді бұл процессор. Яғни заряды ұзаққа шыдайтын болады. Оперативный память 4 ГБ және 1 ГБ, сонымен 5 ГБ болады. Память 64 және бұл телефонның 128 ГБ версиясы бар. Экранына кіріп көрейік. Бұл жерде экранның размері 6,58 дюйм, IPS экран. IPS экран деген сөз, егер сіз мына телефонды құлатып экран сындырып алсаңыздар, ремонты арзан тұрады деген сөз. Full HD качествосы жақсы. Сосын бір айта кетерім, бұл жерде бізде частота обновления экрана дейді ғой. Сол 90 Гц-ке қоюға болады. Яғни 90 Гц-ке қойсақ, мына анимациялардың бүкілі плавны түрде жұмыс жасайды. Көзге жағымды болады. Тағы айта кетерім, мына астындағы 3 кнопканы орнын өзгертіп қоюға болады. Қазір мысалға сол жақта назад, ортасы свернуть, бассам, ашылған программалардың спискасы шығады. Бұны Samsung-тағдай қылып өзгертсеңіздер болады. Ол үшін настройкаға кіресіздер, система, навигация в системе. Содан соң мына жерде мінекей мынаны таңдайсыздар. Орны өзгеріп кетті. Бұны вообще алып тастасаңыздар болады. Мінекей алып тастадым, орын алып тұрған жоқ. Так, енді оң жақтан немесе сол жақтан былай істесек, назад болады артқа.
астынан жоғары қарай былай свайпать етсек, свернуть, жоғарыға бүйтіп свайпать етіп ұстап тұрсақ, ашылған программалардың спискасы. Өте удобно жасалынған. Бірақ мен управлениені алдындағыдай қылып қояйын. Мына значоктар өте кішкентай десеңіздер, бұны үлкейтуге болады. Ол үшін экранды бір саусақпен басып ұстап тұрамыз. Содан соң настройка кіреміз. Мына компоненты начального экрана кіреміз. Қарап тұрыңыздар, мұнда 5 значок қатарынан тұрған еді. Қазір мен мынаны басам. Значоктар үлкейді, енді 4 орындық болды. Осылай көп кісілерге удобно, мен де өзіме осылай жасап қойғанмын. Сосын мына значоктардың дөңгелектілігі ұнамаса, бұны квадратный қылып қойға болады. Ол үшін тағы да экранға басып тұрамыз, настройкаға кіреміз. Мұнда мынандай режим бар, пункт бар. Кіреміз да мынаны жылжытамыз оң жаққа. Мінекей, кішкене болса 4 бұрышты болды. Бұны кішірейтуге болады, және үлкейтуге болады. Сонымен көзге жағымды көрінеді. Енді әркімге әртүрлі ғой. Біреуге дөңгелек ұнаса, біреуге 4 бұрышты ұнайды. Бізде айтпақшы, музыка шығатын динамикасы біреу ғана, ол астында. Соның дыбысын тексере кетейік. Тағы айта кететін жайт, мына қараңыздар, динамикті звукты көбейтсем 200%-ке дейін көбейеді екен. Мына қараңыздар, неке достар, алдымен 100%-тік громкостьпен тыңдап көрейік музыканы. Өйткені 200-ге қойсам, одан да қатты бақырып кетеді. Мұна 100%-тік дыбысы громкостьта. Бұны 200-ге қойсам, одан да қатты бақырып кетеді. Қойып көрсетейін. Енді мына смартфонның түсіріп жатқан микрофоны онша емес, сондықтан сіздерге кішкене жамандау болып естілуі мүмкін, бірақ шын мәнінде өте күшті шығады дыбысы. Масқара, бұл смартфоннан мұндай қатты дыбысты күткен жоқ едім. Динамикасы өте мықты екен. Так, сонымен қорытындылай кетсек, бұл 100 000 теңгенің смартфоны. Бұл жерде плюсы ол 680-ші Snapdragon интернет сеть жақсы жұмыс істейді, ойындарды более-менее көтереді деген сөз. Және экраны 90 Гц Full HD, бүкіл анимация плавно түрде көрсетіледі сіздерге. Және экраны IPS, ремонт жасаған кезде экран сындырып алсаңыздар, ремонты арзандау тұрады. Камералары 50 мегапикселді басты камерасы, фотоға жақсы түсіреді. Алдыңғы камерасы 16 мегапиксел. 4G бүкілін поддерживать етеді, 2 сим-карта флешка салынады. Батарейкасы 5000 мА, быстрая зарядкамен. Комплектісінде бүкіл заты бар. Зарядка USB чехол пленкасына дейін. Смартфон өз бағасына өте жақсы. Каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Комментарийге жазыңыздар, сіздерде қандай смартфон, ұнайды ма сол смартфон, соны жаза кетіңіздер. Тағы айта кетерім, менде TikTok'та аккаунтым бар. Атауы мінекей Fami KRG. Міндетті түрде тіркеле кетіңіздер. Әртүрлі смартфондар туралы тоже қысқаша видеолар түсіремін. Көріп, тіркеліп, комментарий жаза кетіңіздер, YouTube'тан келдім деп. Ал жақсы, сау болыңыздар.